Достар, мен бұл видео басталмастан бұрын достар, мен сіздерден бірдеңе сұрап кетейін достар. Өтінемін сіздерді бұл видеоны обязательно 11-ші минутына дейін қараңыздар достар. 11-ші минуттан дейін қараңыздар достар. Сол кезде өте керемет бір жағдай болады достар. Обязательно қараңыздар 11-ші минутқа дейін. 11-ші минутта өте керемет жағдай болады. Мен достар сіздер экрандарыңызда көріп тұрмын достар. Және достар, мен көп сіздерді алаңдатып және қызық болады деген ойдамын достар. Мен сіздерді көп алаңдатпай ақ қояйын, және де көп сөйлеуіме видеомды дәл қазір бастап көріңіздер. Қалайсыздар, ең ашылар мен подписчикті әрсім әрқашан матчыздар. Біздің өмірімізді Майнкрафттан 5-ші бөлім жалғастыратын боламыз достар. Сіздерге рахмет. Осында 4-ші бөлім достар. Сіздерге лайктар, комментарий және подписаться етіп жатқандарыңыз достар. Сіздерге үлкен рахметімді айтамын достар. Достар, біз жалпы мына сериямызда достар, біз бүгін сіздерде жазғансыздар алдыңғы комментариялар 3-ші бөлімде ме 2-ші бөлімдеріне ме достар. Яғни маған үй керек деп достар, шынымен маған үй салу керек. Мына подвалда тұрып та андай қалай айтсам екен, жаман болып кетті, қызығымыз болып кетті десе де достар. Енді мына жерде біздің неміз, яғни огород деймін, осыны пшеница өсетін жеріміз. Осыны достар, енді анаяққа мән бермей ақ қойыңыз достар. Анаяқтарды мен жалпы не істеп жатыр деп ойласаңыздар достар, нені мен яғни мына не тұрды, типа биік таулар сияқты достар, мен соның бәрін жалпы үлкейтемін деп ойладым достар. Мен соның бәрін енді үлкейтіп жатырмын достар. Енді сіздер ойлайсыздар, булыжниктің бәрін қараңыз достар, қазір сіздер көрсеңіздер де сенбейтін боларсыздар достар. Міне білемін, жалпы сенеді деген ойдамын достар. Мына булыжниктердің бәрін қайдан достар, сіздер бәрін комментарий жазыңыздар. Мына торскиден алып торскиден алып келен андай өтірік выживаниядан қазып алдым деген сияқты етіп айтасың, андай типа айтады деп ойлайсыздар достар. Енді өкінішке ол олай емес достар. Енді мындай жерді қазған соң достар, ол по-любому болады. Енді мындай жердің бәрін қаза берсеңдер достар, өздеріңіз де білетін боларсыздар. Қазір мына жаққа түн келіп қалыпты, қазір ұйықтап алайық біз. Сол себепті достар, өтем оны комментарий жазбай қойыңдар достар. Яғни бұның бәрін творческийден алды деп, мысалы булыжниктердің бәрін жосын яқтан землялар тұр, соның бәрін достар мен еш біреуін неден алған жоқпын және достар. Сіздер жазасыздар мына дуб дейма, әйтеуір достар, сіздер мында жазасыздар. Яғни бұны творческийден алды достар, мен ешбірін творческийден алмын достар. Сенбесеңдер мына көріңіз достар, егер сіздер мына қарай, енді түн болды екен ғой, мына жақта бірнеше зомбиларым жүр. Мына жақта достар, мына жақта мен ағаштардың бәрін қазып, тек қана берез ағаштар өзім отырғызған ағаштарым болмаса, былай өзінің өсіп тұрған ағаштарын бәрі достар сынып жатыр. Енді видео басталмастан бұрын өзім кішкене сындырамын достар. Енді көп сөйлей бермей қойын достар. Енді достар, біз бүгінгі сериямызда не істейді деп ойласаңыздар достар, біз бүгінгі видеомызда осы нешінде біз уже 5-ші серия келдік. Үйім бір нормально, бір кішкене үйіміз жоқ достар. Сол себептен біз осы сериямда, яғни осы 5-ші бөлімімізде достар, мен үй салумен айналысатын боламын достар. Менде әлі күнге дейін әлі дұрыс үй жоқ, айтарлықтай мықты достар. Енді бұл үй достар, енді мен бірінші бөлімде бітпейді ау деп ойлап тұрмын достар. Кішкене бұл үйді үлкендеу етіп салған соң бірінші бөлімде біте қоймайды достар. Оған кішкене 3 бөлім дейма кетуі мүмкін. Енді барымша 2 бөлімге қысқартып көремін, бірақ достар, енді бұл бөлімімізде үлгергенімізше саламыз. Жалпы мен бұл сериямда, яғни бұл бөліміміз, бұл немізде 5-ші бөлімімізде ұмытып қалып отырмын, бірінші этажын бітіруіміз керек достар. Хотя бы бірінші этажын бітіруіміз керек достар. Енді сіздер ойлап отырған болсаңыздар, неге бұл андай землялардың бәрін алып отыр деп тұрсам, бұл земляның бәрі маған керек. Маған яғни жерді тегіс ету үшін еді достар. Мына яқтар өкінішке кішкене мен тағы да ыңғайсыздау жер алып қойғаным. Сол себепті мына бәрін өзім қолмен үлкейту керек болады. Жақсы, мына жарайды. Енді мынаны үлкейтеміз бе? Онда мынаны үлкейте қойайық достар. Енді достар, онда сіздер достар, мен көп өтірік сөйлеймін және үндемей аламын достар. Сол себептен қазір видео кішкене қызығымыз болып кетіп жатырады. Қызығымыз болып кетіп жатады, сол себептен қазір достар видео паузада тұратын болады. Міне достар, сіздер көріп тұрғанда менің яғни өзінің площадкамды істедім. Яғни не площадкамды істедім достар, достаточно үлкен сияқты. Енді жеткілікті нән. Енді мына жақтан бастап ана жаққа дейін үлкен үй болады достар. Енді примерно достар, осындай шамадан достар, бұл енді үлкен үй деп ойлаймын достар. Енді бұл айтарлықтай бұда мықты комнаталар болмайды да, бірақ кішкене үлкендеу үй болады достар. Сол себептен достар, айтпақшы достар, мен ұмытып кеттім ғой. Мен айтпақшы оған жалпы достар, мен бұны творческийден салып, яғни басқа мир ашып, яғни мен
үйлер бірдеңелер салмасам бұрын достар, мен бәрін творческіге кіріп, бәрін әдемілеп мына қалай істесем, мына былай бола ма деп бәрін достар, мен бірінші типа эксперимент істеп аламын, типа мынау болса мындай бола ма деп, мындай болса мындай әдемі бола ма деп достар, сөйтіп бәрін алдын ала істеп қоямын достар. Сол себептен жалпы мен алдын ала істегенде достар, мен мына жинап жүрген бой жинағым мен мына бостан бос кетпейтін болды достар. Енді мынау бостан бос кетемін деп ойласам достар, мына өте керемет, енді бостан бос кетпейтін болды достар. Енді бұны не істейді деп ойласаңыздар достар, қазір көрсетейін. Достар, бізге бұған бірнеше яғни нелеріміз керек, яғни печка керек болады. Бірнеше печкаларымыз, мысалы мынаны мына жаққа қарайды, достар, толып кетеді мына жаққа печка достар. Мына былай қоямыз, енді мына факел жақсыздау болып қалған секілді, иә. Мына жаққа примерно 3-6, примерно 10 істейміз. Мына жаққа жеткілікті етіп, енді мына жаққа достар, енді мынау әзіршеге арналған тек печкалар, тек әзірше тұр. Сосын бар алға қарай уже мына печканың бәрін алып тастаймын, жалпы мынау керек емес. Мына печкалар қоямыз достар. Бұл печка достар, біз не істейді деп ойласаңыздар, бірақ маған бірнеше угіл керек, бірақ жеткілікті деп ойлаймын. Мына өзімде бар угілдер жетсе екен ең басты, иә. Енді біз бұған аламыз да, мұндай өздерімізден булыжниктерімізді қоямыз достар. Бұл булыжниктерді ертіп, яғни біріңе шығады, осыдан білем, осындай, камень шығады достар, андай тип сынбаған камень шығады, сондай камень шығарып, сол каменнің андай төртеуін қосып, сосын бар тағы да бір андай, тағы да бір еңсе, тағы да бір еңсе, әйтеуір достар, сонда бір блок істейтін боламыз, арнайы бір блок. Мынан білем 23-ін, өйстіп пример шартысынан ба өйстіп сала береміз достар. Енді бәрін айтарлықтай есептеп отқан жоқпын да. Әйтеуір примерно қалай келеді, сөйтіп салып жатырмын. Мысалы мына жаққа 6 кетіп қалды, 6 кетіп қалған секілді. Мына жаққа білем 3 кетіп қалды. Мында білем бір ағашын ағып тұр. Мында қоямыз, мына бүйтіп қоямыз. Достар, примерно үйсіп қоямыз достар. Мына бәрі кішкене еріп сөйтуіміз керек. Және достар, бізге терезе керек достар. Мен осы банағаны салып болғансам, терезе керек ұмытып кетіппін. Сол себептен мына жаққа енді бізге нелеріміз бар, яғни песоктарымыз бар, құмдарымыз. Енді сол құмдардан не істейтін боламыз? Стекло істейтін боламыз. Мына жаққа бешеу жеткілікті деп, жеткіліксіз, жеткілікті деп ойлаймын деппін ғой. Мына жақта 3 кетіп қалды. Мына достар, мында екен ғой екіншісі. Енді достар, бұл кішкене бірнеше уақыт алады, сіздер үшін тек қана секундтан да төмен, тек миллисекунд. Сол себептен достар, бұл кішкене ұзақтау уақыт алып кететін болады достар. Сол себептен кішкене паузада тұратын боламыз, енді мына бәрі ерігенге дейін. Мен достар, біздің өзіміздің тасымыз еріп болған, мен мына ішіне алдым, ұмытып кеттім, кешірім өтінемін. Мені қайта кеттім. Міне достар, мына жақта мен достар бірнеше стак істелдім. Мына қараңыздар, 1 2 3 4 5 6 7 стак істелген достар. Мен айтып қойдым достар, сіздерге мен бұны еш біреуін творческіден алған жоқпын. Және достар, мен бұл ағаштарды да творческіден алған жоқпын. Міне достар, сенбесеңдер, мына жерде мен ағаштарын білесіздер, сол сақтайтын жерінде осы ағаштардан жартысы емес, жартысынан көбісін алғам достар. Мен еш біреуін творческіден алмаймын, және де алған емеспін достар. Сол себептен достар, бір айтып кетейін, жаман комментарий жазбай қой, жаман емес, кішкене ыңғайсыздау комментарий жазбай қойыңыз достар, сіздерді өтінемін. Өтініш, және достар, мен бұл комментарий уже не істейтінді білетін болар достар, уже достар, алдыңғы сезондардан бастап көріп жүрген ғой, яғни мындай каменный кирпич дейтіндей осындай блоктарды істейтін боламыз достар. Осы блоктардан кішкене более қалай айтсам екен, кішкене более әдемілеу болып көрінеді, чем андай обычный простой ағаштардың блоктары болады достар. Содан гөрі кішкене жақсылау болып көрінеді деп ойлаймын. Оның енді бізде бана қанша стак болды? 3 стак, примерно осындай 4 стак керек болатын шыға. Или мына бәріне есептесек, бірақ ештеңе етпес. Бұның бәрі жалпы нелеріміз, каменный блоктарымыз айтарлықтай бізге керек емес. Енді мына жақтан тағы да 16-сын тағы да істей саламыз. Қаншасы болды? Уже 1 стак, ровно қанша? Үшеу, мына жақта 4 7, ровно 7 стагымыз болды. Енді өзімізден неміске көшеміз, яғни үй салуымызға. Енді бұған бізге әзіршеге ондай не керек емес. Мен жалпы санаған нешеден неше болатын. Мен мына жақтан қазір маңдай березовый ағаштарымыз керек болады достар. Мына жақта және достар, бұл сериямызда кішкене бірнеше қиылған жерлер кішкене көп болуы мүмкін. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
мен достар 19 блоктан сеткен алмыз көттім достар. Осына 19 блоктан дұрыс па? 19 блоктар деп ойлаймын. 19 блоктан және де мына енді мына есік жағын достар мен мына жаққа қарататын боламын. Ол есік жағы 17 блок болады. Мына екеуі мына 17 достар. Міне блоктың осындай несі, яғни кішкене үлкендеу болады. Сол себептен достар мына кішкене бұл видео лайкқа тұрады деп ойлаймын. Енді мынаны қалай істеймін деп едім. Кішкене енді бұны үлкене және де бұл простой 4-бұрышты етіп салғым келмейді достар. Кішкене басқашалау етіп салам ба деп ойлап едім. Сол қазір барып, или мына жақ құттай болып қалдың, жалпы мына жақ кішірейтемін достар. Жалпы мен мына жағын не деп істейтін боларым? Мысалы мына жақта 2 блок лестница болса, мына жақта жүретін жер. Жалпы мынаны примерно мына жаққа дейін тағы да кішірейтуіміз керек достар. Сол себептен қазір мен мына жақтан өзімге керекті ағаштарды және де өзімге керекті камендерді, каменді бар, уже анда ағаштарды жинап және мына қалай айтсам полды, полды бітірген соң достар міне тап осылай бәрін бітіретін боламыз. Сосын бар достар сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Яғни осы березовый блокты, яғни дуб демей тұрды. Достар осынайдан бітірген соң бар достар сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Міне достар сіздер көріп достар еме айтып кетем, мен достар мен мына пол сепон болдым және достар мен мына мындай типа көп ұзақ уақыт алмашындай ағаштар істегем және достар мен қасымда жалғыз емеспін достар қасымда өте керемет эмоция. Яғни достар мен қасымда подписчигім бар. Менің подписчигім достар мен ең бірінші подписчигіммен бірге ойнап тұрып, аты Декс секілді, қателеспесем достар мен мында сообщение жазып кішкене сөйлескен. Кішкене өте керемет бала достар, маған рахмет саған мені видеома ойнап отқан жерім кіріп кеттім достар. Өте керемет эмоция. Яғни қазір видеоны бірге бастайтын боламыз достар. Енді мен оған бір блоктарды көрсетіп жіберемін, ол сол блоктарды сала береді. Қазір мен мынаяқтардан оған бір керекті бір блоктарды беріп жіберейін. Ол қазір соны жалғастыра беретін болады. Және де оның келесі жағына мен де жалғастыра беремін. Ол да тап осылай мен сеп атқан секілді жалғастыра беретін болады. Енді мен достар өте керемет эмоция достар. Бұнда эмоция тұрмын подписчикпен бірге өміріне бірінші рет ойнап тұрмын. Не деген керемет достар. Мен бұны достар шын айтам, бұны сырттай көрсете алмайтын достар. Өте керемет. Яғни мен подписчигімен бірге ойнап тұрмын. Достар не деген андай бір қобалжу бар. Достар өте керемет. Подписчигім бар. Достар шын айтам, андай сіздер андай бір түрлі ойлап отқан боларсыз достар, бірақ шын айтам. Бұл подписчигім рахмет саған Декс, мен яғни бірге ойнап маған жатқаныңа көмектесіп жатқаны. Қазір Декс үйлер салып бітірді. Мен мынаяқтардан андай терезені алып келе берейін, яғни терезелер істей берейін деген достар. Мындай блоктарда мына кішкене стеклон экономия істеу үшін мен оған яғни андай стеклоны бит жүруге де болатын секілді ғой. Бәсе яғни стеклон ішіп жүргенін достар кішкене көп экономдайсыздар достар. Оның бәрін сіздер мені жақсы білетін боларсыздар. Қазір мен қасымда подписчигіме яғни Декске яғни нені берейін, стеклоны берейін, сосын екіміз осы стеклоны сала беретін боламыз. Қазір оғанда тағы бір 2 стак беріп жіберейін, маған да өзімнен бар секілді. Менде тоже достаточно көп бар екен. Қазір мына Декс оның бәрін біледі. Мені жақсы подписчикім ғой. Достар өте керемет достар, шынымды айтам достар. Егер сіздерде тап осылай подписчигімен бірге түскілеріңіз келсе достар, менімен бірге или осындай Декс бәріміз команда болып түсу үшін достар, бұйыртса менің каналыма осындай, яғни мен Xbox-ыма дұрыс лақтаңыздар достар. Мен сіздер, яғни мен ойнап отқан кезіме егер сіздер кірсеңіздер, яғни мен сіздерді қабылдаймын достар. Және де менің видеома бірге түсесіздер достар. Подписчиктерім достар өте керемет. Не деген күшті, рахат екен ғой. Достар шынымен подписчиктерім ойнаған, өте керемет. Декс, сен мықтысың ғой. Рахмет маған, яғни осындай сен бұл видеоны енді көріп отқан боларсың. Қанша дегенмен Декс саған рахмет. Сен бұл видеоны қарап отсаң, менің бұл яғни видео түсуіме бірге кіргеніңе, яғни бірге түсіп көмектесіп жатқаныңа үлкен рахметімді айтамын. Енді қазір мен мынаяққа терезем, қазір мен мынаяқтарға жоғары қарай көтерілетін жер салып жіберемін. Достар, мынау жалпы көтерілетін жер емес, мына тек қана әзірше көтерілетін жер. Сол себепті қазір мен Дексқа бірнешеуін беріп жіберейін.
мә тексті тамақ жоқ па не? Мә текст ал. Има подписчигім мә тамақтың бәрін ал мә. Има саған ештеңе жалко емес, тамақ болса айыр же. Има өте керемет достар, подписчикпен бірге өте керемет. Және достар, қазір мен бұны қанша блок істеймін деп айтып едім. Мен айтып едім деп бұнға істеймін деп ойлап едім. Қазір ұмытып қалып тұрмын бірнеше себептермен. Қазір бұған көрсетіп жіберейін кішкене Декске мына типі пример естіп салатынды еткізіп, сосын Декс арқай өзі жалғастыра беретін болады. Мен мынаяқтан қазір мен қалай істеймін деп ойлап едім. Бұны мына үстіне андай ағаштар салсам жақсы болатын секілді. Яғни мындай березадан істеген жақсылау секілді көрінетін болар. Жоқ, ona береза емес, кәдімгідей обычный ағаштар болатын болар. Қазір солмен жалғастыра тап. Мына жерде керек емес мына ағашымыз. Достар, енді кішкене қобалжулар болып жатыр. Енді достар, подписчигіме бірінші рет түсірттім, достар, сол себептен. Өте керемет. Міне, мына жақта үйдің мына жақ шетінде бітірді, өзімізге керекті етіп. Мына бітіреміз. Өте керемет, Декс, өте керемет. Ала жұмыс істеп жатсын, саған үлкен рахмет. Енді андай жұмыс деген жаман түсініп қалмай, енді мен сені қатты андай не істеп жатқан жоқпын, андай жұмыс істеп жатқан жоқпын. Просто мен сені типа андай көмектесе аласың ба деген мағынамда ғой, типа айтып жатқаным. Мына былай қоямыз. Мына үстіне, енді мынаның үстіне мына деге жан-жағын айналдырып шығады екен. Мына орталарын кішкене немен істейтін боламыз. Полблокпен. Ой, мен қатесіп жүрдім ғой. Жақсы, ештеңе етпес. Мынаны бит мияғында жақсы, оны артынан қазып жібереміз. Бұлай және де бұлай қоямыз. Өте керемет. Енді мынау тап осылаймыз, достар, кішкене жан-жағын айналдырып шығамыз. Достар, сол себепті ускорение болады. Міне достар, біз өзімізде керек жерімізді бітірдік. Яғни тек қана мындаяқтан тек кішкене жерлер қалған. Достар, енді біз бүгінгі үйренсе зор өкінішке орай енді видео ұзақтау болып кетеді. Достар, сол себептен мен видеоны кішкене тезірек аяқтауымызға тура келеді. Мына достар, мына жерде біз мына жақтан полблокты жабамыз. Енді мына жаққа мен кішкене факел. Бірақ мен дым уголь жоқ екен ғой. Ұмытып кеттім, айтып ашын, мен дым уголь жоқ еді, дұрыс па? Уголь жоқ сияқты. Өкінішке. Жоқ, факелор. Ой, керемет. Мен мынандай өзімнің немде тұр екен, инвентарь ұмытып кеттім. Қазір мен неміз бітті, яғни үйлеріміз бітті. Мына жақтан пример факелдар қойып шығамыз. Міне тап осылаймен былай достар, міне жақсы. Онда достар, пример үйсі қойшамыз достар. Енді бұл факелдарға артынан болған соң бәрін кішкене келесі сериядаға дейін кішкене жақсылау етіп қоятын боламыз достар. Онда жақсы достар, онда біз бүгінгі масты аяқтаймыз достар. Сіздермен болғанмен әрқашан Мачо және де достар қасыма подписчигім Декс достар. Саған рахмет, сен бұл видеоны қарап отырсаңыздар. Онда біз бүгінгі видеомызды аяқтаймыз достар. Сіздермен болғанмен әрқашан Мачо және мен подписчигім деген достар. Бәріңізді қош болыңыздар. Адиос.